Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша есепті шығаруда санды және әріпті өрнектерді қолдану тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 139-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз айнымалысы бар өрнектерді құру және есептер шығару барысында қолдану. Балалар, сендер планета аралық кеңістіктен жерге құлаған тастар мен темір кесектерді қалай аталатынын білесіңдер ме? Ендеше бұл сұрағымызға жауап ретінде мына бейнежазбаны тамашалайық. Ағып бара жатқан жұлдыздарды метеорлар деп атайды. Алайда ғалымдар бұл жұмбақты бірден шеше алған жоқ. Десе де, бүгінгі күні олар кометалардың сынығы метеорлар екенін біледі. Көбіне метеорлардың көлемі үлкен емес, алайда кейбіреулерінің салмағы бірнеше тоннаға дейін жетуі мүмкін. Жерге қарай ұшып келе жатқан метеорлар көп жағдайда атмосферада жанып кетеді. Бірақ кейбір метеорлар біздің жерге түседі. Демек, жерге құлаған метеорды метеорит деп атайды. Ендеше тақырыбымызға оралайық. Оқулықтың 37-ші бетіндегі 3-ші есепті шығарамыз. Өрнектерді жаз. Әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте. Жұмысшы S қорап әзірледі. Бұл жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлігін құрайды. Қанша қорап жасау керек? Мұндағы S-ның мәні 290-ға тең болса. Енді шешуін шешейік. Мұндағы 9-дан 1 деп тұрғанымыз S-ке тең. Ең алдымен есепті шығармас бұрын бөлшегі арқылы бүтінін табуды еске түсірейік. Бөлшегі арқылы бүтінді табу үшін ең алдымен санды алымына бөліп шыққан мәнді бөліміне көбейтеміз. Міне біз өрнекті құрдық. Жақша ішінде S бөлінген 1 мәнін 9-ға көбейтеміз. Енді S-ның мәнін орнына қойып жазамыз. Жақша ішінде 290 бөлінген 1 мәнін 9-ға көбейтеміз. Демек, 290-ды көбейтеміз 9-ға. 290 мен 9-дың көбейтіндісінің мәні 2610-ға тең. Біз есептің бірнеше айнымалысы бар етіп, өрнектің мәнін таптық. Ендеше жауабы жұмысшы 2610 қорап жасау керек. Тура осы есепті мысал ретінде алып, келесі есепті шығарамыз. Өрнектерді жаз, әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте. Аудармашы мәтіннің Б бетін аударды. Бұл аудару керек бетінің 9-дан 3 бөлігін құрайды. Барлығы қанша бет мәтін аударуы керек? Мұндағы Б-ның мәні 27-ге тең. Енді шешуін шешейік. 9-дан 3 бөлігі Б-ға тең. Демек біз бөлшегі арқылы бүтінді табу формуласын қолданамыз. Б бөлінген 3 көбейтілген 9. Енді осы өрнекті әріптің мәнін орнына жазып, есептің шығарып көр. Және жауабын жаз. Осы тақырыбымызға байланысты сіздерге үй тапсырмасы. Оқулықтың 38-ші бетіндегі 10-шы есеп. Өрнектер жаз. Мұндағы А-ның мәні 6-ға тең, С-ның мәні 2 деп алып өрнектің мәнін тап. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.